Тамыз айының бірінші жексенбісі Қазақстан Республикасында кәсіби мереке көлік қызметкерлері күні атап өтіледі. Осы орайда Амангелді Баймұханов бастаған Бөрлі аудандық теміржолшылар кәсіподақ ұйымының өкілдері теміржол вокзалының қызметкерлерін алдағы мейраммен құттықтады. Құрметті теміржолшылар, алдағы келатқан теміржолмен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін, аспаныңыз ашық болсын, тыныштық болсын. Біз бүгін келдік құттықтауға. Осы вокзалды, бастықты вокзалдың. Сосын қызмет істейтін біздің мүшесі ардагерлердің қызмет істейді. Осы 30 жылда еңбегі бар. Барды құттықтаймыз бірге. Сол Дариғаны келіп құттықтауға келдік. Негесін еңбегі көп. Барып юбилей құттықтаймыз. Сосын ауырып жатқан адамдарға көмек береміз. Барып дәрісін аламыз, беріп лекарство. Жүремейтін адамдар бар, оларға барып дүкенден тамаға келіп береміз. Кәсіподақ мүшелері осы салада 40 жылға жуық еңбек еткен Дариға Сұлтансемірованы құттықтады. 1981 жылы Дариға Ғалымжанқызы Ақтөбе теміржол көлігі техникумына оқуға түсті. 1985 жылы оқуын аяқтап, Қазақстан станциясына жұмысқа жіберілді. Благодарна своим наставникам Шкоде Василию Петровичу. Жол сілтеп барлығына үйреткен Василий Петровичке, Анна Патинаға, Гүлзия Ахмадиевнаға, Раиса Григорьевнаға алғысымды айтамын. Барлық теміржолшыларды кәсіби мерекемен құттықтаймын. Баршаңызға отбасылық бақ, мол денсаулық тілеймін. Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесінде 7 адам қызмет атқарады, 6 кезекші мен станция басшысы. Наша задача в работе – это Біздің міндет жолаушыларға қызмет көрсету, поездардың келуі кетуі жөнінде хабарлап отыру, қажет жағдайда жолаушыларға анықтама беру. Кәсіби мерекеміздің қарсаңында әріптестерге денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Бөрлі ауданында 57 зейнеткер теміржолшылар болса, оның 22-сі тыл еңбеккерлері. Қазақстан станциясы жұмысшылары кәсіподақ ұйымының мүшелері ардагерлерді жіті назарда ұстайды. Жан-жақты көмек көрсетіп, шалғай елді мекендерде тұратындарға азық-түлік өнімдерін сатып алып береді. Жалғыз басты зейнеткерлерге қыста қар тазалауға көмектеседі. Ардагерлерді мейрам күндері құттықтап, мұқтаж жандарға дәрі-дәрмек сатып алынады. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.